Сәлем қыздар, бірге дәм-дәлем арнасына қош келдіңіз. Бүгін бірге банафипай пирогын дайындайық. Пирог, банан, сливки және де карамель не болмаса вареный сгущенкадан дайындалады. Астындағы негізін өзіміз дайындауға немесе печеньені езіп сары маймен араластыруға болады. Мен өзім дайындаймын, ал енді іске кірісейік. Ең алдымен салқын сары майды ұнға ауната отырып өткіштен өткізіп аламыз. Қолмен араластыра отырып түйіршіктер жасаймыз. Қант ұнтағын қосып араластырамыз. Жұмыртқаның сарысын қосып қамыр илейміз. Енді 22 диаметрлік ыдысқа пергамент қағазын салып майлап аламыз. Қамырды біркелкі етіп жазып шығамыз. Қалыңдықтары бірдей болуы қажет. Жанына бортиктер жасаймыз. Жанындағы бортиктер қалың болуы қажет. Жұқа болып кетсе, сынғыш болып келеді. Осылай бірдей етіп жазып аламыз. Піскен кезде көтеріліп кетпеу үшін шанышқымен тесіп аламыз. 10 минутқа холодильникке салып қоямыз. Енді сливкиді дайындап аламыз. Сливкиді ыдысқа құйып миксерлейміз. Енді қоюланып келе жатқан кезде қант ұнтағын қосып араластырамыз. Формасын ұстап тұратындай болған кезде миксерді тоқтатамыз. Басына өзіміздің қалауымызша насадка кигізіп, кондитерлік мешокқа салып аламыз. Тестаны 180 градуста жарты сағатта сарғыш түс болғанша пісіріп аламыз. Теста көтерілмей піседі. Көтерілген жағдайда көтеріліп келе жатқан кезде шанышқымен тесіп жіберуге болады. Сонда ортасы көтерілмейді. Суығаннан соң вареный сгущенканы біркелкетіп жағып шығамыз. Үстіне банандарды турап алып, орналастырып шығамыз. Енді бананның үстіне сливкиді құйып шығамыз. Өзімізге ұнаған насадканың көмегімен осындай әсемдеп шығамыз. Өте әдемі көрінеді. Үш-төрт сағатқа холодильникке салып қоямыз. Ас болсын, жасап көріңіздер. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер.